Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге тағы да мен Әсем. Бүгінгі видеода біз бауырсақ жейтін боламыз. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Төменге келесі видео қандай болғанын қалайсыздар, сол туралы жазып кетіңіздер, және де лайк басып кетіңіздер. Күтемін. Ендеше мен бастаймын. Бұл бауырсақтар осындай кішкентай, өзім құрттай қылып пісірдім. Бұл менің алғашқы рет пісіруім бауырсақты. Бұл бауырсақтың дәмі өте күшті болған. Мен деген бұрын вообще тамақ пісірмейтін едім. Бүгін вообще бауырсақ жегім келіп кетті. Содан кейін бауырсақ пісіремін деп шештім. Және де пісіріп болғаннан кейін асмыр түсірейін. Жақсы болып шықса, ютубқа саламын деп ойладым. Енді саламын деп ойлаймын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мына жерде варенье бар. Вот, қазір вареньемен жеп көреміз. Алғаш рет пісіріп тұрғандықтан дұрыс шықпай қала ма, тұз жетпей қала ма, дәмсіз болып қала ма деп ойладым. Бірақ та мен ойлағаннан да жақсы шықты. Кәдімгідей күшті қаттап тұр. Және бүгін осы тамаққа байланысты бір мастер-класс сатып алдым. Ертең алғашқы сабақ болады. Күшті үйренемін деп ойлаймын. Негізі мен оны өзіме емес, мамаға сатып аламын деп ойлағаным ғой. Бірақ мама, сенен үйреніп аламын дейді. Сосын, ну ладно дедім. Мына жердің жарығы онша қатты күшті емес болып тұр, себебі қазір уже кеш болып қалды, сондықтан да үйдің ішінде күн түспей жатыр жаққа. Қазір енді осындай печенье жеймін творогпен. Негізі мен ойлаймын да, осындай мукбанг видеолар көп адамға ұнамайтын сияқты. Мысалы, мен ондай өзім қатты жақсы көрмеймін. Бірақ андай адамдардың жеп отқанын көріп, просто сол үшін көремін да. Ал былай дауыстары онша қатты ұнамайды маған.
болатынмын. Сол видеом өте жоғары қаралым жинаған. Сондықтан да адамдарға осындай видеолар ұнайды деп ойладым. Осындай видео тағы түсіріп жатырмын. Және бұл ойламаған жерден болды. Бауырсақ пісіріп болғаннан кейін ойыма келді осындай видео түсіру. Осын ютубтан қарап көрдім. Ютубта бауырсақпен түскен видеолар жоқ сияқты. Таба алмадым. Осын ладно, түсіріп көрейін қалай болады деп ойладым. Қанша жерде мен пісірген бауырсақ дәмді болса да, менің мамам пісіретін бауырсақтың дәміне жетпейді. Олардың тамақтары вообще өзгеше. Былай қарасаң рецептісі бір, бірақ олар өте дәмді қылып пісіреді. Неге? Не үшін? Тағы да печенье. Жарайды достар, осымен видеоны аяқтайын. Сіздерге видео ұнайды деп ойлаймын. Лайк басып, төменге комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Және де менің арнама тіркеліңіздер. Пока.